Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін шелпектің рецептісімен бөлісетін боламын. Рецепт өте оңай, өте дәмді, әрі көтеріліп піскен жұмсақ шелпектер әзірленетін болады. Осы рецептпен барлығыңызға дайындап көруді ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, 1 стақан ыстық сүт, сары май, қант және тұздан 1 кішкентай қасықтан қажет, және де саусақтың ұшындай болатын сода қажет болады. Ең алдымен сары майымызды ыдысымызға салып, үстінен ыстық суды құйып араластырып аламыз. Одан кейін тұзымызды, қантымызды саламыз. Одан кейін содамызды видеодағыдай салатын боламыз. Яғни саусағымызды сүтке малып, яғни саусақтың ұшындай ғана сода қосу қажет болады. Одан кейін барлығын араластырамыз. Одан кейін дайын болған массамызға жаймен, яғни ұнымызды қосатын боламыз. Яғни бізге жұмсақ қамыр қажет болғандықтан, осы қамырға қажетті ұнымызды қосатын боламыз. Менде шамамен 3-3,5 кішкентай кружкадай ұн кетті. Ұнымыз яғни жұмсақ болуы қажет, әрі эластичный болуы керек. Қамырымызды видеодағыдай әбден жақсылап басу қажет. Яғни эластичный болғанға дейін, бір келкі болғанға дейін, яғни басатын боламыз. Одан кейін дайын қамырымызды 20 минутке холодильникке қоямыз. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды алып, тең 7 бөлікке бөлетін боламыз. Әрбір бөлікті ыңғайлы болу үшін осылай домалатып аламыз. Одан кейін әрбір бөлікті жұқа қылып жайып шығамыз, дөңгелек қылып, яғни шелпекті осылай оқтаулауды, яғни жаюды бастаймыз. Барлық қамырларды, яғни осылай жайып шығатын боламыз, жұқа қылып. Одан кейін шелпектерімізді матаның үстіне жайып қоямыз. Майымыз қызғанша шелпектеріміз матаның үстінде осылай жайылып тұруы қажет. Шелпектерімізді қуыруды бастаймыз. Ол үшін алдымен табамызға майымызды құйып, майымыз қайнағанша тосамыз. Майымыз қызғаннан кейін шелпегімізді осылай видеодағыдай салып, айналдыра отыра міндетті түрде қуыратын боламыз. Бір жағы қызарыңқырап, сәл ғана қызарыңқырағанда тез-тезден екінші жағын аудару қажет. Екінші жағында тез-тезден қуырып алу керек. Яғни бұл шелпектер өте тез дайын болады. Қалған шелпектерімізді де осылай видеодағыдай қуырып алатын боламыз. Шелпектер өте сондай көтеріліп, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Сондықтан да осы рецептпен міндетті түрде дайындап көрулеріңізді ұсынамын.
мінекей біздің шелпектер дайын болды. Міндетті түрде тағы да айтып кетейін, даярлап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.